Мен 2022 жылы жаман аурумен ауырдым. Алматыда больницада жаттым, онкологическийда. Сол кезде осы соборды салдық біз Аллахтың қалауымен. Бауырларыма айтқанмын, арт жақтан хоздор қалдырайық, мен мал ұстағым келеді деп. Сол кезде олар қой не істейсің? Енді ойлаған ғой, денсаулығы жоқ, өзі рак болып ауырып жатыр, күйеуі жоқ, баласы Алматыда тұрғысы келеді деп. Олар айтты, жоқ, калитка қалдырамыз, просто воротамен болды, хоздор керек емес деп. Сөйтіп олар солай жасады. Мына көріп тұрғаныңыздай забор айнала бәрі, алдында тек қана ворота мен калитка бар. Бірақ мен қатты армандадым да, өте қатты армандадым. Мен мал ұстағым келеді, малды жақсы көремін, білем, мал ұстаймын деп өзім сөйтіп ойлайтынмын да. Бір сәтке де өлім туралы ойлаған жоқпын. Алланың қалауымен арманым орындалды, болды. Қазір мен мал ұстаймын. Ірі малдар, осындай аналық қойлар, туатын қойлар үйде тұрады. Кішкентай қозылар, кішкентай тоқтылар, олар әкем үйінде тұрады. Екіге бөліп қоямыз, бір-біріне жөмшеп жегізбейді бұлар. Менің басты арманым орындалды да, мен мал ұстаймын, бірақ менде хоздвор жоқ. Воротадан, калиткадан кіріп шығады, үйдің алдын бүлдіріп кетеді. Мен осылай өзіме жұмыста болып жүремін, таңертең ерте тұрамын, сыпырамын, тазалаймын. Бірақ өте қатты бақыттымын. Армандаңыздар, мақсат қойыңыздар, барлығы орындалады. Мүмкін емес нәрсе жоқ.